Құрметті қазақ халқы, көше партиясы. Мен көше партиясының админі. Мен осы видеоролик арқылы 17 тамызда болған жағдайды мен сіздерге толығымен айта кетейін деп едім. 17 тамыз сағат 11-12-лердің шамасында мені директорым шақырды. Ешқандай арамой жоқ, директорыме барсам, КНБ-ның 2 сотруднигі отыр екен. Гражданский киіммен олар өздерін таныстырды. Не үшін келіп отырғандарын айтты. Мен олардан документ сұрап едім. Олар корочкасын көрсетті. Біреуінің есімі Данияр, екіншісінің есімі Арсен. Бірақ өкінішке орай бұлардың фамилияларын ұмытып қалдым. Енді ойлаған жоқпын, директорға кіріп барды деп бұлар. Бұлар мен 4 ай бойы өзім үйімде күткен болатын негізінде. Бірақ бұлар бассыздық танытып, мен үйіме емес, директорыме прямой кірген екен. Еше қолдарында повестка жоқ. Содан мені бір сағат бойы сұрақ жауап қалды. Сұрақтарымен қыса бастады. Мен келгенше директорымды уже қорқытқан секілді, өткені менің чатта отырғаным үшін директорлерді, зам директорымды және начальницамның осы жұмыстан босатылатынын айтты. Және менің чаттан шығуымды талап етті бұлар. Егер мен чаттан шықпайтын болсам, Қазақстан Республикасының Конституциясының 182 және 405 бабы бойынша мені 6 жылға бас бостандығынан айыратын айтты. Мен түсінбедім. Сонда қалай дедім? Мен ешқандай заң бұзған жоқпын, ешқандай митингке де шыққан жоқпын. Мен сонда ештеме қылмыстық әрекет жасамасам да мен 6 жылға соттайсыздар ма дедім. Содан бір кезде чаттан шығуымды талап етті. Мен қарсылық білдірдім. Одан кейін олар өздерінің условияларын қоя бастады. Жаңағындай, егер чаттан шықпайтын болсаңыз, онда мен қазір протокол толтырам. 6 жылға бас бостандығыңыздан айырыласыз. Как админ ретінде дейді маған айтады. Сіз админдік қызмет атқарып отырғаныңыз үшін 6 жыл сіз как экстремист ретінде бас бостандығыңыздан айырыласыз дейді маған. Оларға мен нағыл айттым, чаттан шықпаймын деп. Одан кейін олар мен чаттан шықпайтынымды білді, көздері жетті. Содан кейін екінші условиясын қойды маған. Екінші условиясы былай болды. Сіз чаттан шықпай қойыңыз дейді. Чатта отыра беріңіз, админдік қызметіңізді атқарыңыз дейді. Бірақ сізбен мен қазір договорға отырамыз дейді. Ол қандай договор десем? Сіз маған сіз маған сотрудничать етесіз дейді маған айтады. Мен басында түсінген жоқпын. Сонда мен не істеймін десем? Сіз админ болып қызмет атқарасыз, бірақ сіз тікелей маған жұмыс істейсіз дейді. Одан кейін тағы сұрадым, ол қалай деп. Сөйтсем ол айтады маған, мен чатқа кімді қос деймін, соны қосасыз дейді. Кімді өшір деймін, соны өшіресіз дейді маған айтады. Сонда менің админдік полномочиямды пайдаланып, бұлар осы халықтың бас қосылған чатты құртпақшы болды. Мен одан бас тарттым. Себебі менің саяси тұрғыдан көзімді ашқан чат осы көше партиясы. Өзім үйімдей болып кеткен. Уақытымның көбісін осы чатта өткізем. Содан бір кезде дежурство уақытын сұрады. Қай кезде дежурт етесіз деді маған. Мен егер бос уақытым болса, мен 24 сағаттың 20 сағатында отыруға тырысам дедім. Содан бұл оның ұсынысын мен отказ жасадым. Ұсынысын қабылдаған жоқпын. Өйткені мен өзімнің ол жерде чатта админдарым бар. Админдарыма опасыздық жасай алмаймын. Өзімнің белсенді активист ағаларым бар, апаларым бар. Мен оларға ешқандай подлық жасай алмаймын деп оларын беттен айттым. Сол үшін мен сіздің условияңызды қабыл алмаймын деп отказ жасадым. Бұл менің жауабым оларға ұнаған жоқ. Әрі-бері мен мәжбүрледі чатта қалуымды. Менің чаттан шыққанымнан бұрын чатта қалуым оларға маңыздырақ болды. Себебі мен админ болғаннан кейін менің полномочиямды пайдаланып олар чатты құртқысы келді. Оған да отказ жасағаннан кейін, бұдан кейін маған олар ақша предлагать етті. Мен сізге қаржылай жағынан көмектесейін дейді маған айтады. Және менің отбасым жайлы біліп алғаннан кейін, інімнің жұмыссыз екенін оны біліп алған. Інім қазір просто денсаулығына байланысты қазір жұмыссыз отыр. Ініңізге жұмыс тауып берейін дейді. Медицина жағынан болса да көмектесейін дейді. Қаржылай көмектесейін, ақша керек па? Айтыңызшы маған, мен көмектесейін сізге дейді. Бірақ сіз маған сотрудничать көмектесіңіз маған дейді. Менімен бірге жұмыс істеңіз дейді. Чатта отырыңыз дейді маған айтады. Бұлардың бәрінен бұл ұсыныстардың барлығын отказ жасадым. Ағайындар, погондағы кісілер, егер бастарыңызда 200 грамм ми болса, тауықтың миындай ми болса, ойланыңыздар.
Сіздердің харам ақшаларыңыз, мына халықты зарға сатып тапқан ақшаларыңыз сіздердің бізге бір тиынға да қажет жоқ. Біз сіздер сияқты ар намысымызды ешқашан ақшаға сатпаймыз. Ойланыңыздар сол үшін. Қалталарыңызға тық қойыңыздар ондай харам ақшаларыңызды. Вот маған осындай жаңағы условияларын қойды. Одан да отказ жасадым. Содан мені чаттан шығуыма мәжбүрледі бұлар. Қолымнан телефонды тартып алып, енді мен берген жоқпын телефонды. Оның алдында телефонды мен директорге кірген кезде директор мен телефонды жаңа отдел кадрға қойғызған болатын. Соны барып отдел кадрға барып, олар скандал шығарып, осындай бассыздық көрсетті, телефонды сұрап. Содан 3 сағат бойы сұрақ жауап, мен сұраққа қысты. Бұл жерде көптеген мәселе қозғалды. Бұл жерде мен өзімнің көкейімде жүрген, біраздан бері өзім ашу ызамен жүрген Дулат Ағаділдің өлімін көтердім. Дулат Ағаділ жайлы, қалай өлгені жайлы, оның қастандықпен өлген жайлы бүкіл халық біледі. Және қалай өлтіргенімізді білеміз. Осыны қозғап едім. Бұл әңгімем оларға ұнаған жоқ. Ұрыс керіс болды. Ағайындар, бір активистің көзін құртқанмен сіздер бірнеше активистер оятасыздар. Соны ойлаңыздар. Осы Дулат Ағаділдің өлімі осы мен чатқа кіруіме үлкен бір себепшінің бірі болды. Одан кейінгі мәселе, Мамайдың чатын қозғадым. Бұлар ДВК-мен, мен айттым, ДВК-мен көше партиясын сіздер экстремист дейсіздер дейді. Не үшін Мамай экстремист емес едім? Олар да осылай билікке қарсы шығып, өздерінше митингке шығып жүр ғой дедім. Олар митингке шығады аштан ашық. Оларға сіздер ешқандай запрет жасамайсыздар. Олар аштан ашық агитация жүргізеді, үкіметке қарсымыз деп. Сіздер оларды қудаламайсыздар. Не себепті деп сұрасам, олар экстремист емес дейді. Сонда біз көше партиясында немесе ДВК-да отырсақ, біз экстремист екенбізді. Егер мен көше партиясында емес, мен Мамайдың чатында отырсам, онда мен қылмыс әрекет жасамайды екем. Мен экстремист емес екем. Мамайдың чаты ол итақта белгілі, ол үкіметтің чаты екен. Осы против жаңағы көше партиясы мен Мамайдың чатына қарсы ашылған чат екен, бүкіл халық біледі оны. Осыны беттерін айттым. Бұл сөзім тағы да ұнаған жоқ. Сонда мен ДВК чатында немесе осы Мамайдың осы көше партиясында отырсам, мен заң бұзамын да. Мамайдың чатында отырсам, мен заң бұзбаймын. Сонда қалай бұл? Оларда үкіметке қарсы шығамыз деп агитация жасап отыр. 140 мың адам осты. Бізде мирный митинг деп бізде агитация жасап отырмыз. Сонда олар заңды да, біз заңсызбыз ба сонда? Бізде ешқандай қару жарақ жоқ. Біз заң бұзып отқан жоқпыз, біз карантинге бағынып отырмыз, әлі шеруге шыққан жоқпыз. Сонда біздің қай жеріміз, біздің экстремист ағайындар, көкелер? Даже есіл сотының сіздер шешімін көрсеткен жоқсыздар бізге. Қайда шешімі, қайда есіл сотының? Документі қайда, құжаттары қайда, неге көрсетпейсіздер бізге? Осы сұрақтардың барлығын мен көтердім кеше келген кезде. Әрине бұл сұрақтардың барлығы ұнамайды оларға. Содан кейін маған айтқаны олардың, сіз өзіңіз жақсы қызметте атқарады екенсіз, сізге не жетіспейді дейді. Бізге қазақ елінде әділдік жетіспейді ағайындар. Біз қазақ халқының қиналғанын қаламаймыз. Алтын сандықтың үстінде отырып, біз бір үзім нанға жетпей отқан семья бар. Осыны айтсам, онда сіз ақшаңызды берсеңізші соларға дейді. Сонда әрқайсымыз біз қара басымызды ойлап отыруымыз керек. Сонда үкімет не ойлайды? Қайда қарап отыр үкімет? Не үшін ол үкімет? Не қызмет атқарады, егер сондай халыққа кішкене болса да нан табуына көмектеспейтін болса? Неге соны ойламайсыздар? Не үшін отырсыздар сіздер үкіметте? Не істеп отырсыздар сіздер, депутаттар? Сөйтіп, осындай әңгімелердің барлығын талқыладық. Одан кейін мен чаттан шығарды. Аға көкелер, бұл жаңағы Кенбаның адамдары, жаңағы органда істейтін кісілер бізді экстремист деп ойлайды. Бізді экстремист, террорист, бізді как сектант ретінде қарайды бұларға. Іріткі салатындар халықтың арасында бізді. Ойлаңыздаршы. Бізде ешқандай қару жарақ жоқ, бізде мирный митинг деп жүрсек, бізді бүлдіргіш іріткі салушылар дейді бізді. Погондағы ағайындар, біз ешқандай да террорист емеспіз, ешқандай да біз экстремист емеспіз. Біз ешқандай да бізге айтады, сендер как зомбисіңдер дейді. Біз ешқандай да зомби да емеспіз. Маған айтқан сөзі,
Былай айтады, Әбіләзов Швейцарияда отырып алып дейді, кофесін ұстап отырып, былай кофесін ішіп отырып, сіздерге приказ беріп отыр дейді. Сіздер соны орындап отырсыздар дейді. Сіздердің миларыңыз уланып қалған дейді, мынандай миларыңыз дейді. Сіздер ше? Сіздер мына жоғарыда отырған жемқорлардың айтқан сөздерінен уланып қалғансыздар ма? Солардың айтқандарын істеп, как половая тряпка сияқты ертең қаласыздар. Олар істейтіндерін істеді, ертең қашады. Түбінде халық жеңіске жетеді. Сол кезде не істейсіздер сіздер? Қайда барасыздар? Халықтың арасында қаласыздар. Қарабет тізіміне ілінбей тұрғанда халықтың арасына қосылыңыздар одан да. Елді қорғаңыздар, жерді қорғаңыздар. Мен әке шешеме звондаймын деп қорқытты бұлар. Әке шешеңіз біле ма дейді. Әке шешем негізінде білет, бірақ білмейді деп айтқан болатын. Не қарап отырсың әке шешеңіз дейді. Біздің әке шешеміздің қолымызда емес болашақ. Жастардың қолында. Соны ұғыңыздар сіздер. Сіздер бұлай жұмыспен, осы әке шешемізге звондаймын деп қорқыту арқылы, жұмыстан қысу арқылы сіздер біздің духымызды ешқашан өшіре алмайсыздар. Наоборот, сіздер адам санын өздеріңізге қарсы қойып жатырсыздар. Халық одан сайын оянып жатыр, көздері ашылып жатыр. Мына карантин бүкіл халықты оятты. Өздеріңізге қарсы қойды, көздері ашылды. Сіздер просто малды қамағандай қамап отырсыздар, қорқытып отырсыздар халықтың барын. Бірақ олардың көздері ашық. Ояныңыздар қазақтар, оятыңыздар. Біз түбінде жеңіске жетеміз. Погондағы ағайындар, сіздер өмір бойы погондарыңыз тағып жүрмейсіздер. Сіздердің бала шағаларыңыз бар. Ойланыңыздар соларды. Келешек ұрпақтарыңызды ойлаңыздар. Сіздерге отан, жер керек болмаса бізге керек. Сіздер сияқты біз ақшаға сатылмаймыз ешқашан. Ойламаңыздар сіздер барлығын ақшаға сатылады деп. Қазақ халқы духтарыңызды түсірмеңіздер, еңселеріңізді көтеріңіздер. Алға Қазақстан көше партиясы. Мен сіздермен біргемін. Мен уақытша осы чаттан шығуыма тура келді. Осындай әңгімелер болды. Біздің арамызда мені мәжбүрлеп бұлар чаттан шығарды. Директорым қазір осы чаттан шығаруымды талап етті. Шығуымды. Сол үшін ағайындар, еңселеріңізді түсірмеңіздер. Бұлар қазір бізді осылай қысу арқылы мына жемқорлардың айтқандарын істеп жүр. Біз біргеміз. Ояныңыздар тағы да.